Сәлем баршаңызға. Бүгін өте керемет блинчикті жасаймыз. Бір жасағаннан болатын блинчик. Бір бокал сүтке жарты қасық тұз, 5 қасық қант саламыз және 3 жұмыртқа саламыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Бір бокал ұн саламыз. Тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Төрт ас қасық сұйық май салып, бір бокал қайнаған ыстық су құямыз. Тағы да венчикпен біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Осымен тестамыз дайын. Қызып тұрған сковородкаға кішкене май жағып, бір шөміштен құйып шығамыз. Осылай ақырындап пісіре береміз. Осылай сары майды әр блинчиктің астына жағып шығыңыздар, сонда бір-біріне жабыспай және өте дәмді болады. Міне осындай блинчиктер өте әдемі блинчиктер болып шықты. Жасап көріңіздер, маған тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және комментария қалдырыңыздар. Рахмет.